Балаға санауды қалай тез үйретеміз? Мектеп жасындағы баланың жан-жақты дамуы үшін логикалық ойындардың маңызы зор. Бүгін сіздерге сондай логикалық ойындардың түрлерін ұсынбақшымын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге құлпынайдың суреті мен осы құрттардың суреті қажет. Құлпынайдың ортасын арнайы пышақпен кесеміз және осы кесілген жерді қаламның ұшымен түртіп бері қарай шығарып қоямыз. Және бұл жыртуға ыңғайлы болуы үшін. Келесі қадам, екі бетті бір-біріне беттестіріп, шеттерін ғана желімдейміз. Бетке толық желім жағудың қажеті жоқ. Қазір жыртылуы қиындап кетеді. Ойын барысында бала кез келген құлпынайды таңдайды. Және сол құлпынайдың ішінде қанша құрт бар соны санайды. Сәйкес келетін санды сол құлпынайдың ішіне салады. Осылай ойын қызықты әрі логикалық дамуына көмек береді. Баланы санауға үйрету аса маңызды кезеңдердің бірі. Баланы ойын арқылы санауға үйретудің маңызы ерекше. Екінші ойын түрі кімнің көлеңкесі деп аталады. Файл мен суретті қаптап, сыртын қара фломастермен бояп шығамыз. Ойынның мақсаты үй жануарлары мен жабайы аңдар туралы түсінік қалыптастыру, үй жануарларына қамқорлық жасау, табиғаттағы және ондағы тіршілік иелеріне қамқор болуға тәрбиелеу. Ойын барысында осы көлеңкенің артында тұрған үй жануарлары мен жабайы аңдарға қатысты жұмбақтар жасырылады. Оның жауабын тапқан бала мақта таяқшаның көмегімен фломастерді сүртіп шығады. Танысқан жануарларымыз жабайы және үй жануарлары болып екі топқа бөлінеді. Енді балалар екі топқа бөліне қояйық деп балаларды топқа бөлу ретінде де қолданасыз. Үшінші ойын кімнің көзі. Жарық шамның көмегімен көлеңкенің артында кім жасырылғанын қараймыз. Бізге губка мен күнбағыс майы қажет. Губканы майға малып, суреттің үстін бастырып шығамыз. Кімнің көзі екені анық көрінеді. Суретте берілген жануарлар мен аңдардың суреттерін көрсете отырып, олар немен қоректенеді, қайда өмір сүреді деп балаларға сұрақ қойып, баланың сөздік қорына жаңа сөз енгізу үшін ойынның форматын әртүрлі етіп өзгертуге болады. Көрсетілген ойындардың барлығы ақылы Telegram каналда сақталады. Каналға тіркелем десеңіз, WhatsApp номерге жазыңыз. Сіздермен болған Әсемнұр. Тағы да көптеген қызықты әдіс-тәсілдер мен жаңа дидактикалық ойындармен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Менен келген әр видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.